Өңірде ауыз су мәселесін жақсарту мақсатында 2011-2021 жылдар аралығында 46,6 миллиард теңге қашықтығы 2,4 мың шақырымды құрайтын су құбыры тартылған. Нәтижесінде 62 елді мекенге су беріліп, 259 ауыл аймақтарында су беру жағдайы жақсартылған. Таким образом, доступ сельского населения к централизованному водоснабжению составил 83,5%. Осылайша ауыл тұрғындарының орталықтандырылған сумен жабдықтауға қол жеткізу 83,5%-ға жетіп отыр. Ағымдағы жылы үйлерге су тартуға 12,3 миллиард теңге бағытталған. Қазіргі уақытта 55 ауылда су мәселесі бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Жылдың соңына дейін 12 ауылда су беру жақсартылады. Шамамен 50-70 миллион теңге тұратын блок модульдерді сырттан алмай өңірдегі зауыттарда жасалмайтыны қынжылтады дейді облыс әкімі. Ал Петропавлдағы ірі зауыттардың бірі ештеңе жасағысы келмейтінін және алдағы уақытта мәселенің шешімін табу керектігін айтты. А что, кроме ПЗТ никого нет? ПЗТ ничего не хочет делать, к сожалению. Технические возможности ПЗТ есть. Ищите. Отырыс барысында ауылдардағы құдықтар саны артып, елді мекен адамдары шығын шығармауы басты міндеттердің бірі екені айтылды. Тіршілік нәрін тарту үшін 3-4 үйге бір құдық болу көзделіп отыр. Для того, чтобы сделать, еще раз повторяю, большее количество колодцев, біз құдықтар санын көбейту үшін мемлекеттің қаржысын жұмсайтын боламыз. Әрине, әр жердің өзінде географиялық ерекшелігі бар. Бірақ біз бұл жұмыстарды жасауымыз керек. Бір құдықты 10 үй пайдаланатындай болмасын. Себебі бұл тұрғындар үшін артық шығын. Отырыс барысында облыстың су пайдаланушылары 2022 жылдың 27 қазандағы жағдай бойынша 69 миллион теңгеден астам берешегі бар. Оның ішінде облыстың аудан орталықтарының қызмет көрсететін кәсіпорындардың қарызы 58,5 миллион теңгені құрайды. Қуаныш Қапеш, Жұлдызбек Ермұқанов, Первый Северный телеарнасы.